Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің аты жөнім Ғазиза Ниязалиевна. Мен бүгін жаратылыстану пәнінен сендерге жаңа сабақ өтем. Жаңа сабағымыздың тақырыбы ғарышта не бар? Олай болса, сабағымыздың мақсаты галактиканың не екенін білесіздер. Балалар, біз сабағымызды осы тақырыпқа байланысты құс жолы туралы видеодан бастайық. Кәне, видеоны бәріміз бірге тамашалайық. Қараңғы түндерде қалалар мен тасжолдардың оттарынан қашықта аспанда ерекше нәрсе көрінеді. Бұлтты ақшыл жарық жолағы аспанда созылып жатады. Көне гректер оны аспанда төгілген сүтке ұқсатып, сүт жолы деп атаған. Ал қазақ, қырғыз, фин, эстон халықтары оны жыл құстарының қайтуымен байланыстырып, құс жолы деп атайды. Біз аспанда көретін құс жолы галактиканың, яғни жұлдыздардың, газ, тозаң мен басқа да заттардың алып жиынтығының бір бөлігі. Біздің күн жүйесін күннің тарту күші ұстап тұрғаны сияқты, галактикаларды тартылыс күштері біріктіріп тұрады. Құс жолы күн жүйесі орналасқан біздің галактикамыз, бірақ күн жүйесі галактиканың титтей бөлшегі ғана. Құс жолы өте алып, ол көлденеңінен 100 000 жарық жылындай. Жарық жылы жарықтың бір жылда жүретін жолы, шамамен 9,5 триллион километр. Құс жолында кемінде 200 миллиард жұлдыз және кем дегенде 100 миллиардтай планета бар. Құс жолы үлкен болғанымен, ол аспанда жалғыз емес. Ол жақын орналасқан 50 шамалы галактикамен бірге жергілікті галактикалар тобына кіреді. Жергілікті топ кемінде 10 миллион жарық жылы аумақты алып жатыр. Әлемнің жерден көрінетін бөлігінде ең аз дегенде 170 миллиард галактика бар. Ал оның сыртында қаншасы бар екенін білуге еш мүмкіндік жоқ. Галактикалардың пішіні мен үлкендігі әртүрлі болады. Оларда небәрі бірнеше миллион, немесе триллионнан аса жұлдыз болуы мүмкін. Олар эллипс, не спираль тәрізді, немесе дұрыс емес пішінді болады. Біз білетін галактикалардың көбісі сияқты, құс жолы да спираль галактика. Құс жолының қандай екенін ішінде тұрып көру мүмкін болмаса да, оны және басқа галактикаларды мұқият бақылаудың нәтижесінде ғалымдар оның пішінін анықтай алды. Құс жолының негізгі 4 бөлігі бар. Оның ортасында дөңес немесе галактика орталығы орналасқан. Ол диаметрі 10 000 жарық жылына тең. Жұлдыздар мен басқа материалдар тығыз топтасқан. Галактиканың ортасындағы дөңгелек томпақ. Ғалымдар құс жолының қақ ортасында алып қара құрдым орналасқан деп санайды. Галактика орталығы галактиканың ең жарық бөлігі. Келесісі дөңгелек, ортадағы дөңесті қоршап тұрған жалпақ аймақ. Дөңгелектің ені 100 000 жарық жылы. Ол спираль салаларда, тармақтарда шоғырланған жас жұлдыздарға, газ бен тозаңға толы. Спираль салалар дөңгелектің бөлігі. Олар галактиканы доңғалаққа ұқсатады. Біздің күн жүйесі спираль салалардың бірінде орналасқан. Мұндағы жұлдыздар тығыз галактика орталығымен салыстырғанда бір-бірінен әлде қайда қашық. Құс жолының соңғы бөлігі гало. Гало галактиканың негізгі дискін қоршаған кәрі жұлдыздар мен жұлдызды шоғырлардың сфералық қабаты. Гало галактиканың басқа бөліктерімен салыстырғанда бұп-бос, ондағы нысандар тым сирек орналасқан. Бірнеше мың жыл бұрын көне грек философтары құс жолы тығыз топтасқан алыс жұлдыздардан құралған деп болжады. Бірақ мұны дәлелдеу 1600 жылға дейін
мүмкін болмады. Сол жылы астроном Галилео Галилей құс жолын телескоппен бақылап, оның үш жүзінде қисапсыз әлсіз жұлдыздардан тұратынын анықтады. Егер қала мен машина шамдары түспейтін қараңғы далаға не тауға барсаңыз, ғасырлар бойы талай аңызға арқау болған тылсым көріністі құс жолын көре аласыз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, ғарыш кеңістігі мен жұлдыздар ғаламды құрайды екен. Міне суретте қандай керемет. Олай болса, келесі слайдта балалар, жұлдыздар бұл кеңістікте ретсіз орналаспайды. Олардың бәрі бірігіп галактиканы құрайды екен. Өте жақсы. Келесі ғаламның галактикалары эллипстік, спираль және бұрыш пішінді галактикалар болып ажыратылады екен. Ал енді осылардың әрқайсына тоқталып кетейікші. Келесі суретте балалар, бұл эллипстік галактика. Қандай керемет. Келесі түрі галактиканың. Келесі слайдта балалар, спиральды галактиканы көре аламыз. Бұл балалар спиральды галактика. Ал үшінші галактиканы қараңдар. Бұрыш пішінді галактика деп атайды екен. Бұрыш пішінді. Ал олай болса, біздің келесі слайдта балалар, біздің галактикамыз спираль тәрізді галактикаларға жатады екен. Галактика ортасы дөңес диск тәріздес болады екен. Міне суретке қараңдаршы, кәдімгі диск тәріздес ұқсайды екен, балалар. Өте жақсы. Келесі слайдта балалар, күн дейді, Орион тармағында орналасқан екен. Суретте қарасақ, міне Орион тармағында орналасқан екен. Өте жақсы. Ал күн жүйесіне галактиканы бір рет айналып өту үшін 225-250 миллион жыл қажет екен балалар. Олай болса, біздің галактика құс жолы деп аталады екен. Міне мына суретте көрсек, келесі слайдта балалар, галактиканың құс жолы деп аталатынын қараңдар. Мына жол, ақ жолақшаны көріп тұрмыз ба? Бұл жолды құс жолы деп атайды екен. Ал енді жай көзбен қарағанда балалар, құс жолы ақшыл жолақ болып көрінеді. Суретте көріп тұрсыңдар. Ал егер дүрбімен не телескоп арқылы қараса, мыңдаған жұлдызды көрер едік. Біздің галактикамыз шамамен 100 миллиард жұлдыздан, шаң тозаң мен газдардан, магниттік өрістен, ғарыш денелерімен, ғарыш сәулелерінен тұрады екен. Оның пішіні дискіге ұқсайды. Біздің галактика басқа галактикалар сияқты ғарыш кеңістігінде айналып жүреді екен. Ол спираль тәрізді галактикаға жатады екен. Сырттай қарағанда ол айналып тұрған бір от шашуға ұқсайды екен. Жарайсыңдар балалар. Енді білгенге маржан айтары бойынша құс жолы галактикалардың спиральді шоғыры белгілі бір айналу өсіне ие екен. Біздің галактикамыз өз өсімен 220-250 миллион жылда шамамен бір рет айналып шығады екен. Демек, ол бір қалыпты жүйеге ие болғалы небәрі 60 рет спиральді айналып үлгерген екен. Жер өзге ғаламшарлар секілді бастапқыда газ бен тозаңнан тұрған. Мұндай үдерісті қазіргі кезде де көруге болады. Орион, бүркіт және тарантула тұмандықтарында қазірдің өзінде де жаңа жұлдыздар қалыптасуда. Олай болса, сен білесің бе? Күн жүйесі де галактиканы айналып қозғалады. Толық айналу үшін шамамен 225-250 миллион жыл қажет. Бұл уақыт ғарыш жылы деп аталады екен. Өте жақсы балалар. Енді ойлан, неліктен ғарыш денелері
негізінен шар тәрізді болып келеді. Қараңдаршы суретте, бәрі де шар тәрізді. Қалай ойлайсыңдар? Қолдарыңа мақта немесе ермексаз алыңдар. Енді затты алақандарыңа салып айналдырыңдар. Келесі слайдқа қарасақ, балалар, осының бәрі жазылып тұр. Кәне бірге қарайықшы. Енді затты алақандарыңа салып айналдырыңдар. Нәтижесін көрейік. Кәне мен айналдырайын, балалар. Міне, қараңдаршы, балалар, ол шар тәрізді формадағы затқа айналды. Балалар, оған не әсер етті деп ойлайсыңдар? Әрине, айналдыру әсер етті. Олай болса, әлемдік тартылыс күші гравитация әсері. Бұл күштің әсерінен барлық денелер бір-біріне тартылады. Дене неғұрлым үлкен болған сайын, ол шар тәрізді бола бастайды екен. Қандай керемет. Енді кезекте, балалар, қорытындылау мақсатында мекен жай дейді. Осы тапсырманы бәріміз бірге орындап көрейік. Егер сен басқа ғаламшарлық тіршілік иесімен достастың делік, ол саған қонаққа келетін болса, мекен жайды қалай айтар едің? Ондағы негізгі атауларға түсінік беріп көрейік. Ал келесі слайдта бәріміз бірге түсінік беріп көрейік. Бұл жерде қараңдар, елді мекен, облыс, мемлекет, материк, ғаламшар, жүйе, галактика, ғалам дейді. Осы бойынша түсіндіріп берейік. Бірінші мекен жайы дегенде ауыл, мысалы. Елді мекенде әркімнің тұратын ауылы. Мысалы, айтарық Алатаудың бөктерінде орналасқан. Ал облысқа келейік. Еліміздің оңтүстігінде орналасқан. Ал келесі мемлекет. Мемлекетіміз Қазақстан. Қазақстан Азияда орналасқан, немесе онда мұнай өндіріледі деп өзімізді таныстырсақ болады. Ары қарай келесі бізде материк дейді. Қазақстан ол Евразия материгіне жатады, балалар. Солтүстік жарты шарда орналасқан ең үлкен материк. Мұзды мұхитпен шектеседі. Ал енді келесі кезекте ғаламшар дейді. Ғаламшар, яғни біз жер ғаламшарында тұрамыз, атмосферасы бар, тіршілігі бар, күннен төртінші ғаламшар екен. Келесі жүйе дейді. Ал жүйе, бұл күн жүйесіне жатады екен. Жер 8 ғаламшары бар күн жүйесіне жатады екен. Жарайсыңдар, келесі галактика. Галактикамыз біздің құс жолы деп аталады. Спираль тәрізді орталығы бар. Ал ең соңында ғалам дейді. Яғни әлем орасан зор үлкен галактикалардан құралады. Міне осылай біз өз мекен жайымызды ғарыш иесімен достасқан жағдайда өстіп мекен жайымызды не істейміз? Түсіндіріп бере алады екенбіз. Жарайсыңдар, өте жақсы. Енді үйге тапсырма. Балалар, үйге тапсырма жасаймыз. Дәптерден 44-ші жұмыс парағын орындаймыз. Сенің өзге ғаламдық досың сенің мекен жайыңды жоғалтып алды дейік. Оған дұрыс жол таңдауға көмектесу керек. Және де Білген Академия сайтына кіріп, тест деген бөліміне барып, осы тақырып бойынша қаншалықты меңгергенімізді білу үшін тест тапсыруды ұмытпайық. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.